Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жаңа босанған және жүкті аналарға арналған ерекше дәруменге бай бұлам рецептісін көрсетемін. Бұл тағам әлсіздікті басып, қан қысымын түсіп кеткен жағдайда күш-қуатты қалпына келтіруге көмектеседі. Өте қарапайым, бірақ өте пайдалы. Сүтті керек мөлшерде құйып аламыз. Басты ингредиентіміз осы бидайдан жасалған талқан. Бұл аналарымыздан қалған дәстүрлі тағам. Ол ас қорытуға жеңіл әрі дәруменге бай болып келеді. Осы бидайды мен жасаған көлемде жасайтын болсаңыздар, 1,5 литр сүтке 1 ожау талқан қосым, яғни 200 грамм көлемінде қосатын боласыздар талқанды. Келесі қоспамыз 1 пелай күріш. Бұл көмірсу көзі, ол ағзаны қуаттандырады және асқазанға да өте пайдалы. Егер де сіздің қан қысымыңыз, яғни давлениеңіз қатты түсіп кеткен болса, шамадан көп қатты түсіп кеткен болып, әлсіз болып кеткен жағдайыңызда осы күрішті қосып жасайсыздар. Егер де бәрі қалыпта болса, күріш қосудың қажеті жоқ. Бұл қан қысымды реттейді. Сондықтан күріш қосып көрсетіп жатырмын, түсінікті болу үшін, және дәміне қарай тұз қосып жібересіздер. Бұламық өзі бір қайнап шыққанша астын баяу отқа қоясыздар. Орташа оттан қатты тым көтермейсіздер. Орташа отта осылай жиі араластырып тұрасыздар, қоюланып бір қайнап шыққанша. Бір қайнап шыққаннан кейін барып астын өте қатты баяу қойып, бетін жауып қоямыз қоюланғанша. Және арасында ашып араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Бұламығымыздың дайын болу уақыты да өте қатты ұзақ емес, 45-50 минут, 1 сағат ары кетсе сол уақытта дайын болып қалады. Міне бізде уже бұламығымыз дайын болып қалды. Осындай болып шығу керек. Тым қатты қою да болып кетуге болмайды, тым қатты сұйық та болып кетуге болмайды. Міне осылай біздікі әдемі болып шықты. Егер де сіздерде қолдың сары майы болатын болса, соны тұшытып қосып берсеңіздер тіптен керемет, өте пайдалы болады. Ал егер де кәдімгі қолдың майы жоқ болатын болса, кәдімгі сары майды салып ше берсеңіздер де болады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюға кеңес беремін. Өйткені апта сайын неше түрлі рецептілер салып отыратын боламыз. Сіздермен каналға кіріп көрсеңіздер, неше түрлі рецептілер бар. Бірнеше торттардың, пирожныйлардың, салаттардың әр түрлі рецептілерді таба аласыздар. Кіріп көріңіздер, канал өте пайдалы. Міне біздің бұламығымыз дайын болып қалды. Мен кәдімгі қолдың сары майын салып ішетін боламын. Өз қалауыңыз бойынша дәмді қылып ішкіңіз келсе, азырақ шекер қосып осылай ішсеңіздер болады. Өзімді айта кететін болсам, жүкті кезімде гемоглобинім өте қатты төмен болды. Сол кезде осы бұламықты ішу арқылы мен өте жоғары деңгейге көтердім, яғни нормаға жеткіздім гемоглобинімді осыны ішу арқылы. Сіздерге де міндетті түрде кеңес беремін. Босанып болған соң да міндетті түрде осыны жасап ішіңіздер. Міне дәруменге бай, күш-қуат беретін тамаша бұламығымыз дайын болды. Бұл тағам әсіресе босанған аналарға, жүкті әйелдерге, қан қысымы төмен адамдарға өте пайдалы. Осындай дәстүрлі пайдалы тағамдар туралы көбірек білгілеріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін. Сіздермен бірге болған Айткүл.